Менің ойымша, біздің планетада кофе ішпейтін ересек адам жоқ. Айта кету керек, кофенің зиянды жақтары бар. Кейбір зерттеушілер кофенің жағымсыз сусын екенін айтады. Кофе тәуелділікті тудырады және давлениені арттырады, денсаулыққа зиян келтіреді және тағы басқа зиянды жақтары бар. Ал басқа зерттеулер керісінше кофе біздің денемізді жақсартады және өмірді ұзартады дейді. Мұны қалай түсінуге болады? Кофе пайдалы ма, әлде зиян ба? Егер сіз кофені көп ішсеңіз, денсаулығыңызға не болады? Кофе біздің денемізге қалай әсер етуі мүмкін? Осы сұрақтарға жауап алу үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Айтпақшы достар, видео басталмай тұрып арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Ал ендеше кеттік. Бірінші, кофе жүрек қан тамырлары жүйесіне қалай әсер етеді? Егер біз үнемі кофе ішетін болсақ, бұл біздің қан қысымымыздың жоғарылауына әкелуі мүмкін. Бірақ бір қызық ақпарат бар. Кофені жиі ішу бір адамдардың қан қысымын жоғарылатса, кейбір адамдарда бұндай жағдай болмайды екен. Мұның бәрі біздің төзімділігімізге байланысты. Сіз үйде осы экспериментті жасап көрсеңіз болады. Үйдегі тонометрдің көмегімен кофе ішпей тұрып қысымыңызды өлшеп алыңыз. Содан кейін кофе ішіп 1,5 сағаттан кейін қайтадан қысымыңызды өлшеңіз. Қысым бір адамдарда көтеріледі, ал бір адамдарда көтерілмейді екен. Егер қысым 131 немесе одан жоғары болса, бұл зиян. Егер кофе сіздің қысымыңызды жоғарылатса, сіз кофе ішуді азайтуыңыз керек. Келесі, кофе біздің жүйке жүйемізге қалай әсер етеді? Кофеин орталық жүйке жүйесін ынталандырады, жүрек қызметін күшейтеді, импульсті жеделдетеді, қан тамырларының кеңеюін тудырады, ми артерияларының люменін тарылтады, жүрек, бүйрек, зәр шығаруды күшейтеді. Бірақ кофеин біздің концентрациямызды шынымен арттыра алады. Егер біз түнде ұйықтамай жұмыс істесек, ол біздің танымдық қабілеттерімізді жақсартады, төзімділікті арттырады. Егер сіз таңертең кофе ішсеңіз, бұл сізге ұйқыңызды ашуға көмектеседі. Әрі қарай сіз күні бойы көп нәрсені жасай аласыз және түнде жақсы ұйықтайсыз. Бұл өте керемет. Бірақ тағы бір жағдай бар. Адам күніне 5 кесе кофе ішсе, жүрек соғу жиілігі жоғарылайды, түнде нашар ұйықтайды. Мұндай адам шынымен кофені шектеуі керек. Қызықты факт, 80% адамдарда кофеин өнімділікті арттыратыны эксперименталды түрде дәлелденді. Ал қалған 20% адамдарға кофеин ешқандай әсер етпейді екен. Айтпақшы достар, кофе ішкенді сіздер ұнатасыздар ма? Сіздер кофе ішу дұрыс деп ойлайсыздар ма? Комментарияға жаза кетіңіздер. Кофеден бас тартасыз ба, оны өзіңіз білесіз. Осы видео пайдалы болса лайк басып, арнаға жазылып кетіңіз. Келесі пайдалы видеоларда кездескенше.